Қайырлы күн баршаңызға. Ұрпақтар диалогы жобасы аясындағы 9 мамыр жеңіс күніне арналған жеңіс туы желбіреген күн тақырыбындағы музейлік зияткерлік түсірілімге қош келдіңіздер. Бүгінгі түсірілім Түрксіб аудандық Шыңға өрле әлеуметтік клубының тәлімгерлері мен оқушыларының арасында өтеді. Құрметті тәлімгерлер, оқушылар, өздеріңізді таныстыра отырсаңыздар. Мен Сайлау Нұрдәулетқызы Шыңға өрлеу клубының бастауыш сыныбының тәлімгерімін. Шыңға өрлеу әлеуметтік клубының ұстаз тәлімгері Күреңбаева Гүлбану Білдебаевна. Мен 4 сынып оқушысы Ануарбек Шыңғыс Ерланұлы. Мен 3 сынып Ануарбек Аяла Ерланқызы. Мен 3 сынып Жолдас Жанерке Бекзатқызы. Мен Нұрболат Абдухамид 3 сынып. Керемет. Соғыс күйретуші күш. Барды жоқ ететін, тауды жер ететін. Соғыста қазақ солдатының қасықтай қаны мен маңдайының ашы терісінген зар заман жәдігерлері біздің музейде сақтаулы. Тарих тек өткен күндер емес, ол жеңістер мен жеңілістерден өрілген уақыт өрнегі. Бүгін біз әдеттегідей өткен тарих пен бүгінгі ұрпақты байланыстыратын боламыз. Ал балалар, сабағымызды бастамас бұрын назарымызды экранға аударып, шағын презентация көріп алайық. Бүгінде қазақ жастары соғыс дыбыстарын ешқашан естімеген және естімесін. Мұндағы дыбыс дегеніміз әуен емес, тек оқ пен шақтың, артиллерия мен танктердің гүрсілі мен гуілі. Миллиондаған кеңес жауынгерлері 4 жыл бойы осы дыбыспен оянды, күресті және өз өмірлерін құрбан етті. Бейбітшіліктің қадірін білу үшін кейде соғыстың қандай болатынын да бір сәт елестеткен жөн. Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость с слезами на глазах. День победы, день победы, день
оқушылар, сіздерге сұрақ. Жалпы осы екінші дүниежүзілік соғыс туралы не білесіңдер? 1941 жылы 22 маусымда гитлерлік фашистік Германия соғыс жарияламастан Совет одағына тұтқиялдан шабуылдайды. Аха. Қазақстаннан 12 атқыштар дивизия, 4 атты әскери дивизия, 7 атқыштар бригада, 50 полктар мен бригадалар жасақталды. Керемет. 612 Қазақстандық Совет одағының батыры атанды. 113 Қазақстандық даңқ орденінің егері 3 дәрежесіне ие болды. 10 оқтың 9-ы Қазақстанда құйылды. Керемет. Қазақстан халқы майданға 4700 миллиард рубльден астам ақшалай көмек жіберді. Қазақстан халқының ұлы отан соғысына қосқан ерлігі үлесі өте зор болды. Рахмет, балалар. Бірталай мәліметтер біледі екенсіңдер, иә? Енді бүгінгі кездесуімізден аз да болса да осы тарихи оқиға туралы, яғни екінші дүниежүзілік соғыс туралы тағы да мәліметтер аласыңдар деп ойлаймын, иә? Енді кезек үлкен буын сіздерге келді. Құрметті ұстаздар, 9 мамыр сіздердің естеріңізде қандай мереке болып қалды? 9 мамыр ұлы отан соғысы кезіндегі ерлік пен елдіктің рухы өрлейтін ұлы жеңіс күні болып қалыптасты. Бұл біз үшін ерекше мереке, себебі 9 мамыр жеңіс күні деп біз балалық шағымыздан бері осы мерекені мейрамдап келе жатырмыз. Қазір де осы жеңіс күні ары қарай жалғасын тауып жатыр. Сіздер жас кездеріңізде бұл мерекені асыға күтуші ме едіңіздер? Қалай тойлы, қалай дайындалушы едіңіздер? Біз енді мерекені жақсы асыға күтетінбіз. Себебі біз ол мереке кезінде шеруге шығып, өзіміздің Совет одағы жасасын деген ұранды сөздерімізді жазып алып, соғыс ардагерлерінің портреттерін көтеріп, өтетін жерге дейін ұрандарымызбен, жеңіске байланысты әндерімізбен, шерулікпен баратымыз. Керемет өтетін. Енді сонымен бірге балалық шағымызда осы ұлы отан соғысына қатысқан соғыс ардагерлері мен соғыстағы тылда жұмыс істеген ардагерлерді еске ала отырып, гүл шоқтарын апарып қойып, батырларға тағзым етіп, рухтарына тағзым етіп отыратынбыз. Енді менің өзі әкем соғыс ардагері болды, осы ұлы отан соғысына қатысқан. Ұлы отан соғысынан қайтқан кезде ол кісі жан басына оқ тиіп, балдақпен келген екен. Менің бала кезімде әкем айтып отыратын, мен Сталинград түбіндегі Курск майданында шайқасында болдым деп. Әкем өмірден 1984 жылы өмірден қайтты. Сол кездегі әкемнің айтқан көптеген естеліктері бар. Біз соғысқа аттанарда алға отан үшін деген ұран сөздер айтылатын дейтін. Біз отан үшін, еліміз үшін, жеріміз үшін осы жеңіске жетсек екен деген үміт болды деп әкем бізге айтып отыратын. Сонымен бірге менің анам да Баянбек қызы Күмісжан, анам да тылда жұмыс істеген кісі, жұмыс істеген ана, 9 бала тәрбиелеп, жаңағы ардақты ана атанған кісі. Мен де балалық шағым есімді білгеннен бастап, мен осы 9 майды қалай өткізетін, салтанат түрінде өткізетін есімде қалды. Бізде мектепте оқып жүргенде көп осындай іс-шараларға қатысатынмын. Тимуровшылардың командасы болды, соғыс ардагеріне барып көмектесіп, біз ауылда тұрдық, картоп егеміз. Соған болысатынбыз, бау бақшасына болысатынбыз. Қыста қарын күреп беретінбіз. Иә, қыста қарын күреп, сөйтіп дүкеннен азық түлік әкеп беретінбіз. Содан кейін
9 май жақындағанда мен өзім пионер отрядының бас несі болдым. Соған өте жақсы дайындалатынбыз, шеру жасайтынбыз. Содан кейін ардагерлерге барып гүл шоғын тапсырып, олардың жағдайын біліп, содан кейін ескерткіштердің маңайын тазалап, гүл отырғызып, 9 мамырда гүл шоқтарын қоятынбыз. Енді мұғалім болып істедім, сонда өмір бойы оқушылармен жұмыс істедім. Осы 9 мамырды күтетінбіз, бәріміз дайындалатынбыз. Қазір де міне балалармен міне осындай шараларға қатысып жатырмын. Музей бұл тек экспонаттар ғана емес, бұл тағдырлар. Қазір музей қорында сақталған көптеген құнды жәдігерлердің бірі Майданнан келген 3 бұрышты хаттар туралы мен сендерге айтып беретін боламын. Ұлы Отан соғысы кезінде туыстардан, туған жерден келген хат жауынгер үшін ол үлкен моральдық қолдау болған екен. Оқ пен оттың, өлім мен өмірдің арасында жазылған мына хаттар бұл құнды ақпараттар береді бізге. Мына сарғайған бір жапырақ қағаз хат бір ғана жауынгердің ғана емес, ол бір дәуірдің тарихы. Майдан кезінде балалар хаттардың осындай 3 бұрышты болып жазылуының бұл 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде қалыптасқан екен. Бұған 2 негізгі себеп болған. Бірінші себебі Майданда конверт пен қағаз табу өте қиын болған. Тіпті солдаттар темекінің қорабына жазған екен. Екінші себеп бұл әскери цензура. Яғни хаттар тиісті иесіне жетпей тұрып тексеріледі екен. Хаттарда солдаттар әскердің орналасқан жерін, қару-жарақтардың санын жазбау керек болған. Хаттар міндетті түрде орыс тілінде жазылу керек болған екен. Егер хат солдаттың ана тілінде жазылса, онда туған туыстарына, туған жерге ол хат кешігіп жететін болғандықтан. Не үшін? Өйткені ол хатты аудармашы аударып, оның хатта не жазылған соны тексерген екен. Одан кейін балалар Майданнан жаңағы мынандай 3 бұрышты хаттар келсе, ата-аналары, туған туыстары қатты қуанған екен. Не үшін қуанған? Өйткені 3 бұрышты хат келсе, ол солдат өз қолымен жазды деген сөз. Яғни бұл деген солдаттың аман есен екендігін білдіретін болған. Ал енді Майданда қаза тапқан жауынгерлердің артынан келетін ол қара қағаз деп аталған. Ол ресми қағаз болған, конвертке салынған, мөр басылған. Әрине, ол қағаз келгенде солдаттың қаза болғанын туған туыстары туған жеріне белгілі болған екен. Ал қазір мен сіздерге осы музейдің қорындағы мына бір хаттың мазмұнын сіздерге оқып берейін. Бұл сонау Майданнан келген қазақ солдатының үйіне жазған хаты екен. Сәлем хат, әже, іні қарындастарым. Майдан алаңынан хат жазып отырмын. Әлі де соғысудамыз. Ешкімде әл қалмады. Бар жоғы 44 адам ғана қалдық. Қыс түскені 2-ші апта болды. Суық пен аштықтан зардап шегудеміз. Командир бізді ұмыттып кеткен ау деймін. Өлілердің қатарына қойып үлгерген де болар. Бірақ біздің кеудеміздегі үміт сәулесі сөне қойған жоқ. Жауын мен дауылға, аштыққа, суыққа қарамастан елге жеңіспен оралатынымызға сенеміз. Көп ештеңе жазбағаным үшін ренжімеңдер, бәрімізге ортақ бір қалам. Өзімді ғана ойламай, оны келесі жауынгерге беруім тиіс. Сау болыңдар. Балалар, хат оқылды. Енді менің сендерге сұрағым. Осы хатты оқығанда сендер қандай әсер алдыңдар? Бұл хат жай хат емес. Бұл жауынгердің отбасына дейін сағынышы, отанға дейін шексіз махаббаты. Оны оқығанда көзге жас келіп, ерлікке бас иесін. Апайлар, енді сіздерге сұрақ, осы хат жайында, осы хатты оқып бердім. Осы хатты тыңдай отырып, сіздерде қалай ой қалыптасты? Сол кездегі адамдардың басты құндылығы қандай болған екен?
Бұл енді соғыс кезіндегі адамдардың басты құндылығы тірі қайту болды. Амандықта. Иә, өмір сүру, бейбітшілік және жақындарының амандығы болды. Өйткені адам өмірінің қауіпсіздігі бәрінен жоғары тұрады. Осы солдаттар соғыста жүрсе де, өздерінің өмірлері қиын, қауіпті болса да, осы хатта өзінің ата-аналары, үй іші балалары туралы ойланып, олардың өмірлері қалай өтіп жатыр екен, қалай жүріп жатыр екен, оқып жатыр ма деп солай қайғы нетіп, сөйтіп отанға деген соны білдірді. Және өзінің өмірі туралы ойланған, аман есен үйіме қайтсам екен, балаларыммен, үйімен, отбасымен қосылсам ба деп ойлаған. Және отан туралы ойлады, тез жауды жеңіп, жеңіске жеттік деп ойлаған. Басты мақсат жеңіс болды деп ойлаймын. Басты мақсат жеңіс. Балалар, енді мен сендердің осы екінші дүниежүзілік соғыс туралы білімдеріңді, не білетіндеріңді байқап көрейін, иә? Мен сендерге 3-4 сұрақ қоям, соған жауап беріп өтсеңдер. Мұқият тыңдаңдар. Бірінші сұрақ: екінші дүниежүзілік соғыс қай жылдары болды? Екінші дүниежүзілік соғыс 1939 жылдың 1 қыркүйегінен 1945 жылдың 2 қыркүйегіне дейін созылды. Керемет, тамаша, рахмет. Енді екінші сұрақ: жалпы бұл соғыс кімдердің арасында болды? Фашистік немістер арасында және Кеңес одағының, иә? Кеңес одағының арасында болды. Тамаша. Енді соғыс немен аяқталды? Кімнің жеңісімен, кімнің жеңілісімен аяқталды? Соғыс немен аяқталды? Жеңіспен. Қай елдің жеңісімен аяқталды? Совет одағының, Кеңестер одағының жеңісімен аяқталды, иә? Тамаша. Енді соңғы сұрақ: Ұлы Отан соғысына қатысып, асқан ерлік көрсеткен біздің апа-аталарымыз бар, иә? Сол қандай апа-аталарымызды білесіңдер? Әлия Молдағұлова, Мәншік Мәметова, Талғат Бигелдинов, Төлеген Тоқтаров, Мәлік Ғабдуллин, Бауыржан Момышұлы. Рақымжан Қошқарбаев, әзірге есімізге түсіп жатқан айтып жатырмыз, бірақ та бізде өте көп батырларымыз өте көп болған, иә? Бауыржан Момышұлы атамыз бар, иә? Айта берсек, бізде батыр аға апаларымыз өте көп. Рахмет, балалар. Сендер бірталай соғыс туралы, осы Ұлы Отан соғысы туралы мәліметтерім бар екен. Біздің жобамыз тек тарихты тексеру емес, сезім мен құндылықтарды да ашуымыз керек. Осыған байланысты екі буынға да креативті сұрақтар топтамасын сіздерге үй тапсырмасы ретінде дайындап келуді өтінген едім. Сұрақтарыңыз дайын болса, екі буын бір-бірлеріңізге сұрақтарыңызды қойыңыздар. Кім дайын? Ал енді балалар, сендерге қоятын сұрақтарымыз: біз үшін бала күнімізде жеңіс күні қызыл ту мен қара нанның дәмі болды. Ал сендер үшін, яғни бүгінгі еркін буын үшін, бейбітшілік, жеңіс деген сөздің иісі немесе түсі қандай болды? Түсі тәуелсіз еліміздің көк туының түсі. Ал жеңіс деген түрлі салада қазақ жастарының жеңістері мен жетістіктері. Мысалы, өре бәйгелері, өнерпаздар, өнер тапқыштар және спорттық чемпиондар және тағы да басқа жеңістер мен жетістіктер бар. Музейдегі жәдігерлерге қарап тұрып, өзіңді соғыс кезіндегі құрдасыңның орнына қоя аласың ба? Оған бүгінде не айтар едің? Я өзімді оның орнына қоя аламын. Музейдегі жәдігерлерге қарап, жүрегім сыздайды. Оған айтарым: ерлігін үшін рахмет. Сен қорғаған бейбіт өмір үшін біз қарыздаймыз. Есімін мәңгі жүрегімізде. Кезек балалар сендерге келді? Апайлар, қазіргі біздің балалық шақ пен сіздердің балалық шақтарыңыз
балалық шақтарыңыздың айырмашылығы қандай? Ол заман өте қиын емес, енді соғыс 10 жыл өтті ғой. Сонда да тікелей соғыс зардаптары сезіліп тұрған. Ата-аналарымыз құлшынып, қалаларды көтерді, жаңа завод, фабрикаларды салып, жаңа мектептерді ашты. Сол кезеңдегі балалар біздер өте төзімді, еңбекқор, жауапкершілігі жоғары азаматтар болып өстік. Енді сіздерге келсек, балалар, сіздердің замандарың міне тыныш, ашық аспан астында бақытты өмір сүріп жатырсыңдар. Айырмашылығы өте көп. Сендер қазір сауатты, білімді ұрпақсыңдар, жаңа технологияларды игеріп жатқан балаларсыңдар. Сондықтан ойлаймын, сендердің замандарың тамаша, алда сендер тек қана жақсылық, бақыт күтіп тұр. Иә, керемет жан тебірерлік сұрақ, жауаптар алдық. Құрметті ұстаздар мен жас ұрпақ, еліміздің қасиетті төрі Қазақстан Республикасы ұлттық орталық музейінде өткен қызықты зияткерлік тағылымды іс-шарамыз осымен өз мәресіне жетті. Шыңға өрлеу қоғамдық қоры және қаламыздағы Түрксіб ауданының Шыңға өрле әлеуметтік клубының тәлімгерлері мен оқушыларына біз алғысымызды білдіреміз. Қайтпас қайсар, батыр жауынгер апа-аталарымыз бізге жеңіс сыйласа, біздің міндетіміз бейбітшіліктің қадірін біліп, жаңа шыңдарды бағындыру. Үлкенді құрметтеп, кішіге қамқор болу ұлтымыздың қанына сіңген қасиет. Олай болса, қасық қаны қалғанша күресіп, жеңіс туын желбіреткен қазақ жауынгерлерінің рухына бас иіп, ерліктерін өскелең ұрпаққа ұлықтаймыз.